Қазақстанда мемлекеттік қызметшілер сыйақыдан қағылды. Бұл шынымен солай ма? Түсіндіріп өтейін. Бұрыннан Қазақстанда шенеуніктерге меморгандардың үнемделген қаражат есебінен сыйақы беру тәжірибесі болатын. Енді мұндай болмайды. Бұл қаражат бюджетке қайтарылады. Бұл туралы қаржы министрі Мәди Такеев мәжіліс кулуарында мәлімдеді. Енді мемлекеттік органдардың үнемделген қаражаты болса, оны сыйақыға аудара алмайды. Себебі бұрыннан бар 112 деп аталатын код алып тасталған. Сосын министрге енді қызметшілерге ішкі көздерден сыйақы беріле деп нақтылап сұрақ қойылды. Мұнда да министр жоқ, сыйақы болмайды деп нақты айтты. Кейінірек қаржы министрлігі бұл мәлімдемеге түсінік берді. Сөйтсек, шын мәнінде биылғы республикалық бюджетті орындау аясында үнемделген қаржыға кейбір шектеу енгізілген. Алайда мұнда бір гәп бар. Сыйақы беруге арнап жоспарланған қаражат қысқармайды. Өзгеріс тек үнемделген қаражатқа байланысты. Мысалы, салық төлеушілердің ақшасынан Қазақстанда мемлекеттік аппаратта ұстауға 1 триллион теңге жұмсалып келген. Бұл барлық мемлекеттік қызметшіге, әскерилерге және басқаларға берілетін жалақы және басқа да төлемдер еді. Түсініп алатын жайт, көп ведомстволар сыйақыны көп жағдайда үнемделген қаражаттан беріп келген. Демек, ендігі жылы сыйақы мүлдем берілмейтін түрі бар. Онсыз да аз жалақы алып келген төменгі деңгейдегі мемлекеттік қызметшілерге қиын күндер келді дей беріңіз. Осы толық ақпаратты әшкере телеграм арнасынан оқыңыз, сілтеме профилде.